Біз Вавилонды девианттардан қорғап жатырмыз. Ал қазір ол жердегі ең үлкен қала. Ғаламшарлар бойындағы тапсырмасын орындап жатқан мәңгіліктерге сендердің жолдарың үлгі болады. Бірақ мен бұл планетада бір ерекше нәрсе байқадым. Бауырыңа басушы болма планетаны. Тапсырмаңның негізгі мәніне ойыңды жинақта. Серсия, уақыты келіп қалды. Жерге бір нәрсе болып жатыр. Бұлының туылуының жанама әсері. Сендер жерге Тиамут Селестиалының туылуын қадағалау үшін жіберілдіңдер. Әр миллиард жыл сайын жаңа Селестиал туылуға міндетті. Жер планетасы Тиамут Селестиалын көтеруге таңдалды. Өсу үшін Тиамутқа орасан зор энергия қажет саналы тіршіліктен. Қазір бұл планетаның халық саны қажетті көлемге жетті. Бір өмірдің соңы Серсия, басқасының бастауы. Біздің ғаламшар ол үздіксіз энергия алмасу орны. Көтерген планеталардан жиналған энергияны біз селестиалдар күндерді жаратуға, гравитация құрауға, жылулықпен жарықтап, бізсіз біздің ғаламшар қараңғылыққа батады. Ешқандай Олимпия жоқ. Мынау сенің шын үйің, Серси. Осында мен мәңгіліктерді құрып бағдарламалатам. Бізден басқасының бәрі өледі. Неге есімде түк қалмаған? Себебі естерің жойылды және туылудан кейін жаңадан орнатылды. Естеріңді девианттарды зерттеу үшін сақтаймын. Мен девианттарды жараттым, Серси. Әрбір селестиал көтеруші планетаның өз жыртқышы бар. Девианттар сол жыртқыштарға қарсы. Бірақ олардың жаратылыстарында бір кемшілік болды. Олар дамып кетіп ақыры соңында бақылауымнан шықты. Мен сендерді жаратып бағдармаладым. Менің қатемді дұрыстау үшін. Сүрінуші болмаңдар. Серси? Планетаның халқын селестиалға құрбан шалуларың тиіседі. Мейірбандылық қыламын. Сендердің естерің бәрін көрсетер. Сосын мен келемін. Үкім шығаруға.